Сәлем достар, есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог-диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге жүрек жеткіліксіздігінің созылмалы түрі туралы айтатын боламын. Жүрек жеткіліксіздігінің созылмалы түрі жедел аурудан айырмашылығы асимптоматикалық түрде басталып, біртіндеп дамиды. Аурудың бастапқы кезеңінде айқын белгілері жоқ, ал жүрек проблемаларын тек медициналық тексеру кезінде анықтауға болады. Уақыт өте келе, науқас физикалық жүктеме кезінде ентігу мен жүрек соғуын дамытады. Кейінгі кезеңдерде бұл белгілер тыныштықта да сақталады. Енді даму себептерін айтатын боламын. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі миокард пен қан тамырларын әсер ететін басқа да аурулардың фонында пайда болады. Сондықтан әрдайым алғашқы ауруларды емдеу немесе медициналық бақылауда ұстау, сондай-ақ қан айналым жүйесінің күйін бақылау қажет. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің даму факторлары. Бірінші, артериялық гипертония. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің дамуының негізгі себебі болып табылады. Жүректің ишемиялық ауруы қоздырғыш факторлардың арасында екінші орында. Кардиомиопатиялар, соның ішінде жұқпалы аурулар, қант диабеті, гипокалемия және тағы басқа да аурулардың себебінен болған кардиомиопатиялар жатады. Клапандар, митралды, қолқа, трикуспидалды, пульмоналды және туа біткен жүрек ақаулары жатады. Аритмиялар. Аритмия, тахиаритмия және брадиаритмиялар кіреді. Перикард және эндокард аурулары. Өткізгіштіктің бұзылуы, атровентрикулярлық блокада, тағы басқалар жатады. Жоғары жүктеме, мысалы анемия кезінде де бұл негізгі факторлар болып есептеледі. Жоғарыдағы тізімдегі кез келген аурудың барысын емдеуші дәрігер бақылау керек. Бүгінгі берген ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Ақпаратым ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Менің басқа да видеоларымды көрдіңіздер. Алдағы уақытта қандай тақырыпта видео көргіңіз келсе, комментарияға жазыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.